Жалпы ішкі өнімнің орнықты өсуі 3 ай бойы 4,1% деңгейінде сақталып отыр. Жоғары инвестициялық және тұтынушылық сұраныс, сондай-ақ экономиканың базалық салаларындағы өндірістік белсенділік экономикалық өсудің негізгі факторлары болды. Инфляция деңгейі 5-7% аралығында сақталды. Ағымдағы жылдың қараша айында инфляция 0,9%, жылдың басынан бері 3,8% құрады. Жылдық инфляция 4,6% құрады. Экономиканың өсуіндегі шешуші рөлді негізгі капиталға салынған инвестициялар алып отыр. Ағымдағы жылғы 11 айда олардың көлемі 18,3%-ке өсті. Бірінші қарашадағы жағдай бойынша елдің халықаралық резервтері 85,5 миллиард ақш долларын құрады. Бұл ретте ұлттық қордың активтері 0,1% өсу көрсетіп, 56,5 миллиард ақш долларына дейін ұлғайды. Өнеркәсіп өсудің оң қарқындарын сақтап отыр. Өңдеу өнеркәсібінің кен өндіру өнеркәсібіне қарағанда озық өсу қарқындары есебінен өсу 4,5% құрады. Өңдеу өнеркәсібінің өсуі машина жасау, мұнайды қайта өңдеу, химия өнеркәсібі және металлургия өнімдерін өндіру есебінен қамтамасыз етілді. Ағымдағы жылғы шілдеден бастап байқалып отырған киім өндірісінің, дайын металл бұйымдарының және фармацевтиканың теріс динамикасынан өсу траекториясына шықты. Сонымен бірге бірқатар салалар өндірісті төмендетті. Бұл құрылыс материалдары және сосын өндірісі. Кен өндіру өнеркәсібі 4,7%-ке өсті. Өсу қарқыны темір кенін, көмір және лигнит, мұнай және табиғи газ өндіруді ұлғайтумен негізделген. Ауыл шаруашылығы жақсы қарқындарды көрсетіп отыр. 11 айда өнім шығарылымы 2,9%-ке ұлғайды. Өсімнің негізгі салымын мал шаруашылығы қамтамасыз етті. Бұл саладағы өсу 3,9%-ті құрады. Құрылыс саласы тұрақты өсуді көрсетіп отыр. Өсу 3,9%-ті құрады. Бұл тұрғын үйлерді, өнеркәсіп объектілерін, сондай-ақ көлік жолдарын реконструкциялаумен және Шымкент мұнай өңдеу зауытын жаңғыртумен негізделеді. Өнеркәсіптегі және ауыл шаруашылығындағы өндірістік белсенділікті кеңейту көлік саласына оң әсерін тигізді. 11 айда осы саладағы қызмет көрсету көлемі 4,6%-ке артты. Сондай-ақ төмен инфляцияның және халық табыстарының өсуі аясында сауда 7,6%-ке өсті. Жалпы қызмет көрсету саласы 4%-ке өсуді қамтамасыз етті және жалпы ішкі өнімнің өсуіне 2,3% тармақ үлес қосты. Жалпы алғанда экономикадағы оң өзгерістердің аясында кейбір өңірлерде жағдай тұрақсыз болып қалуда. Өнеркәсіпте артта қалған өңірлер қатарында Қызылорда, Батыс Қазақстан және Түркістан облыстары қалуда. Бұл өңірлерде мұнай, газ конденсатын және уран кенін өндіру қысқарды. Бұл ретте өнеркәсіпте ең жоғары өсім Атырау облысында, Астана қаласында, Шығыс Қазақстан және Қостанай облыстарында байқалып отыр. Ауыл шаруашылығы бойынша Батыс Қазақстан облысынан басқа барлық өңірлерде өсім байқалады. Бұл өңірдегі төмендеу астық өнімдерін жинаудың азаюымен байланысты. Құрылыс бойынша теріс аймақта 4 өңір қалуда. Жалпы алғанда негізгі капиталға инвестициялардың өсуіне қарамастан, артта қалған өңірлердің саны 1-ден 4-ке дейін өсті. Бұл Павлодар, Алматы облыстары, Астана қаласы және Солтүстік Қазақстан облысы. Бұл аймақтардағы төмендеу өткен жылы жоғары базамен байланысты. Сыртқы нарықтарындағы негативті құбылмалыққа қарамастан, сыртқы сауда айналымы тұрақты өсу үрдісін сақтап отыр. 9 айда өсу 21,6%-ті құрады. Экспорт 28,2%-ке өсті. Бұл мұнайды 45,4%-ке, агроөнеркәсіп кешені өнімдерін 30,1%-ке, мұнай газдарын 32%-ке, алюминийді 24%-ке және мыс кендерін 12,5%-ке жеткізудің артуына байланысты. Импорт 8%-ке өсті. Ол көбінесе импортталатын машина мен жабдықтар есебінен өсті. Олардың өсуі 24%-ті құрады. Сондай-ақ қара металл және фармацевтика өнімдерінің импорты тиісінше 15,8%-ке және 13,6%-ке өсті. Экономиканы кредиттеу төмендеу үрдісін сақтап отыр. Бірінші қарашадағы жағдай бойынша кредиттеу 2,6%-ке төмендеді және 12,8 триллион теңгені құрады. Бұл бизнес кредиттерінің 11,4%-ке қысқаруымен байланысты. Бұл ретте тұтынушылық кредиттер 15,4%-ке өсуде.
Еңбек нарығындағы жағдай тұрақты. Ағымдағы жылдың басынан бастап 468,6 мың адам жұмысқа орналастырылды. Ағымдағы жылғы қазанда жұмыссыздық деңгейі 4,8%-ке дейін төмендеді. Жалақы қарқынды өсіп келеді. Осы жылы қаңтар-қазанда орташа айлық жалақы 159,5 мың теңгеге дейін ұлғайды. Нақты көріністе 2,2%-ке өсті. Өңірлік бөліністе халықтың нақты ақшалай табыстары жөнінде осы жылдың қорытындылары бойынша ақпарат шыққаннан кейін баяндалатын болады. Құрметті Бақытжан Әбдірұлы, желтоқсан айы жалпы ішкі өнімді қалыптастырудың айлық құрылымында айтарлықтай үлес алатындығын ескере отырып, мемлекеттік және жергілікті атқарушы органдар инвестициялық жобалардың қызмет етуін және нәтижелі сапалы құжаттауды қамтамасыз ету қажет. Бұл әсіресе мемлекеттік сатып алулар және құрылыс салаларына қатысты. Сонымен қатар, алдағы мерекелерге байланысты тұтынушылық сұраныс артады. Сол себепті сауда саласының өсуі күтіледі. Бұл өз кезегінде жалпы ішкі өнімнің өсуіне қосымша жағымды әсер ететін болады. Осыған байланысты бұл саланы да тығыз бақылауда сақтау керек деп санаймыз. Назарларыңызға рахмет.